Зейнетақы туралы сұрақ тек жасы келген азаматтарды ғана емес, барлық қазақстандықтарды қызықтырары сөзсіз. Зейнетақының елімізде 3 жүйесі бар екені белгілі. Олар еңбек жинақтары, жинақтау және базалық зейнетақы. Базалық зейнетақыны кез келген жасы жеткен зейнеткер алады. Ол үшін еңбек өтілі де қорға ақша салу да қажет емес. Биылдан бастап базалық зейнетақының мөлшері біршама өскені белгілі. Жинағыңызды бірден немесе айларға бөліп, яки жылдарға бөліп алуыңызға болады. Бір реттік жинақталған төлемді алу 250 айлық есептік көрсеткішке тең, яғни 567.250 теңгеден асып кетпеу керек. Жоғары зейнетақы кімдерге беріледі? Жоғары зейнетақыны еңбек зейнетақы жүйесі арқылы тағайындата аласыз. Еңбек зейнетақысы толық және толық емес болуы мүмкін. Толық зейнетақыны тағайындау үшін ер адамдарда еңбек өтілі 25 жыл, ал әйел адамдарда 20 жыл болуы керек. Егер еңбек өтіліңіз бұл мөлшерге жетпесе, сізге толық емес зейнетақы берілетін болады. Ең төменгі еңбек зейнетақысының мөлшері бүгінгі таңда жоғарылады. Оның үстіне айлық есептік көрсеткіш көлемінің өсуіне байланысты ең төменгі және ең жоғарғы зейнетақы көлемі де көбейіп отырғаны белгілі. Толық зейнетақыны қалай алуға болады? Қалай және қанша теңге? Ол үшін мына формуланы білуіңіз қажет. Яғни 3 жылдық айлық табысыңызды 36-ға бөлесіз. Бұл сіздің орташа айлық табысыңыз. Енді оны пайыздық мөлшерге көбейтесіз. Бұдан сіздің ай сайын алып отыратын зейнетақыңыздың сомасы шығатын болады. Пайыздық мөлшерлеме деген не? Әйел адамды 20 жылдық еңбек өтіліңіз бүтін 60% құрайды. Егер 21 жыл болса 61%, 24 жыл болса 64% болады. Осылайша 20 жылдан артық әр жылға 1% қосылып отырады. Максимум 75%-ға дейін ғана барады. Ер адамдарда 25 жыл бүтін 60% болып есептеледі. 25 жылдан көп еңбек етсеңіз, әр жылға 1%-дан қосып есептейсіз. Мысалы, ер адам 27 жыл еңбек етті. Орташа айлық табысы 56.000 теңге, демек зейнетақысы 56 көбейту 62%, яғни 34.720 теңге. Мемлекет сізге бұдан бөлек базалық зейнетақы беретінін ұмытпаңыз. Оның көлемі де биыл көбейіп отыр. Кімдер зейнетақыны ертелек ала алады? 5 баланы дүниеге әкелген немесе асыраған және оларды 8 жасына дейін өз тәрбиелеген 53 жастағы әйелдер мерзімінен бұрын зейнетке шыға алады. 1949 жылдың 29 тамызынан 1963 жылдың 15 шілдесіне дейінгі аралықта, яғни 5 жылдан кем емес, Семей полигоны аймағында өмір сүрген және 25 жылдық еңбек өтілі бар және 98 жылдан бері жұмыс істеген 50 жастағы ер адамдар. 1949 жылдың 29 тамызынан 1963 жылдың 5 шілдесінен дейінгі аралықта 5 жылдан кем емес Семей полигон аймағында өмір сүрген және 20 жылдық еңбек өтілі бар және 98 жылдан бері жұмыс істеген 45 жастағы әйелдер де ерте зейнеткерлікке шыға алады. Сонымен жоғарғы зейнетақыны қалай алуға болатынын жолдары көрсетілді.